Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 7-ші сынып оқушылары үшін 2-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші, химиялық элементтердің жүктелу кестесін толтыр. Химиялық элемент бізде металл, бейметалл, металлға мысал келтіруіміз керек. Темір мысал, металл, бейметалл, екі дайлы элемент осылай жүктеледі. Кесте бойынша жай және күрделі затты тауып жазыңыз. Магний жай зат бір атомнан құралған, натрий жай әртүрлі атомдардан құралған күрделі, H3O4 күрделі, себебі әртүрлі атомдардан құралған, алюминий хлор жай затқа жатады, SO2 күрделі затқа жатады. Элементтердің ядро құрамындағы элементар бөлшектерді анықтаңыз. 11 протоны бар, бұл 11-ші элемент, бұл натрий бізде. Натрийде электрон саны 11-ге тең, нейтрон саны 12-ге тең. Алюминийде электрон саны 13-ге тең. Нейтрон саны табу үшін атомдық массасынан протон санын азайтамыз. 27-ден 13-ті азайтсақ 14 болады. Келесі 15-ші элемент бізде фосфор, 15 электроны бар. 31-ден 15 азайтсақ 16 нейтроны бар. Жануды қолдайтын элемент бізде ол оттек. Оттек ауаның қанша бөлігін алады? Оттек бізде ауаның 5-тен 1 бөлігін алады. Атмосфера ауасын қорғау заңында мемлекет атмосфераны қорғауға көрсетілген тапсырмаларын жазыңыз. Атмосфераны ластамау бірінші. Екінші, адамдардың өмір сүруімен еңбек етуіне қолайлы жағдай жасау. Елімізде Жасыл ел бағдарламасы бойынша қандай жұмыстар жасалып жатқанына кемінде 2 мысал жазыңыз. Бірінші, ағаштар отырғызылуда. Екінші, бақтар қалпына келтірілді. Осы бағдарлама бойынша өзің туған өлкеңде қандай жұмыстар атқарылып жатқандығын айтыңыз. Көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Заттардың қасиетін шын жалған ұғымдармен сәйкестендіріңіз. Заттар ауада жақсырақ жанады. Жалған, заттар оттекте қаттырақ жанады, шын. Ауаның құрамында оттек газы ғана жануды қолдайды. 3 шын. Ауаның құрамында азот газы да жануды қолдайды. 4 жалған. Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы жану реакциясы деп айтылады. Реакция өнімі оксид деп аталынады. Оксидтер құрамында 2 элементтен тұратын, біреуі оттек болып келетін күрделі заттар. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.